баланы ерте босанып қойған жағдайда балаға есім беріледі ме? Мен туылған алмақта екі мешітте де екі түрлі айтып отыр. Ерте босанып қойған жағдайда дегенде бала шетінеді ғой, бала шетінесе ат қойылады. Ат қойылады деген сөз азан айтылмайды. Әшейін осы балаға аты бәлен деп қояды, болды. Сонымен егер тірі туылса жаназа оқылады біздің мазхабымыз бойынша жуылып, егер тірі туылмаса, яғни тірі признагі болмай іште өлі туылған болса, адамның бір мүшесі сияқты, біздің мазхабымызда, яғни қол аяқ кесіліп қалған сияқты, солай түсінік қылып орап жаназа оқымастан көмеді. Әйел кісі махрамсыз Меккеге баруға болады ма? Негізі бармағаны дұрыс деген пәтуа шықты, сондықтан бармағаны дұрыс. Қасында бір әйел азамат болуы керек. Бірақ басқа фирмалар апарып жатқанын білеміз. Жайнамазда екі қағбаның суреті болса, екі қағбасын дұрыс па? Сіз намазды қағбаға қарап, суретке қарап оқымайсыз ғой. Сіз намазды Аллаға қарап оқисыз. Жайнамаз тек қана нәжіс болмау үшін ғана керек дүние. Әйтпесе жайнамаздың үстіне тұрсаң, намаз қабыл болып, простой кілемнің үстіне қабыл болмайды. Көп жерде мынандай қателік бар. Өз үйінде болсын, біреудің үйінде обязательно жайнамазда сұрап оқитындар бар, үйде таза жер болса оқуға болмай ма? Бола береді. Емші балгерге бар, болашағыңды білуге бола ма? Ол балгер өз болашағын өзі біле алмай жүріп, сіздің болашағыңызды қайдан біледі? Сіздің атаңыз өткен, ең үлкен атаңыздың аты Ақсақ Темір деген атаңыз өткен. Сол Ақсақ Темірдің заманында Ақсақ Темірдің қаласына бір күшті бір балгер келген екен. Сонда уәзір келіп айтыпты, бір балгер кепті, соған бір бала аштырып алмаймыз ба? Мынау біздің империямыз қалай тұрады, соны біліп алсақ жақсы болады ғой депті. Сөйтсе Ақсақ Темір шақырыңдар оны депті. Шақырыпты, кіріп келе жатқан кезде жендетке айтты, қалай кіреді, сразу басын чопса депті. Сөйлемесе. Содан кірген бойда деген кезде басын чопсапты. Соны елдің бәрі ойбой, атақты балшының басын чауып жазалағаныңыз не десе айтады дейді. Егер ол шын білетін болса, өлімге келе жатқан біліп келмей-ақ қоймады ма деп айтады дейді. Сондықтан да ол өтірік нәрсе айналайын. Аға, тырнақ жасағаннан намаз өтпейді дейді. Намаз оқу үшін ниет болса өтеді дейді. Қайсысына келсіз? Кия қалай етесіз? Тырнақтағы намаз өтпейтін себебі, тырнақтың үсті лакпен жағылғаннан кейін дәрет алған кезде су тиген болып есептелінбейді. Сондықтан намаз өтпей қалады. Бұл жерде дәрет болмайды, дәрет болмағаннан кейін намаз болмайды. Жуырда балам қайтыс болды дейді. Иманды болсын, Алла жарылқасын балаңызды. Мешітке Құран кітап сыйлауға бола ма? Артынан Құран қатым түсіріп отырса бола ма? Жақсы болсын деп болады. Болады. Үйде кітаптар көп, үйлерде кітаптар, Құран кітаптар, одан кейін тәсбілер, анандай коллекция болып тұрғандар бар. Соның бәрін мешітке апарып беріңіздер, мешіттегі жамағат оқи береді. Алла сабыр берсін. Сіздің балаңызға Құран кітап апарып берген жақсы ғой, бірақ одан да жақсы сауап бар. Одан да жақсы сауап, сіз намаз оқыңыз. Намаз оқысаңыз, балаңызға күніне дұғада боласыз. Ақшамның орнына екінті оқып қойыппын. Кеше қайта дәрет алу керек па еді? Жоқ, сол бір дәрет. Сіз намазға дәрет алмайсыз ғой. Жалпы бір дәретпенен 10 намаз оқысаңыз да болады. Ұйықтамасаңыз, дәрет бұзылмаса ше. Сондықтан бола береді. Ода тұрған жоқ, бірақ ниетіңізде қай намаз болса сол болады. Егер сіз ақшамға ниет етіп отырып, мысалы шамды оқиын деп отырсыз, бірақ аузыңыздан екінті деп шықса, бірақ оқығаныңыз бәрі, біз үшеу болса, бәрі намаз өтіп кете береді. Неге? Өйткені санына қаралады. Сіз шатасып айттыңыз ауызбен ше, бірақ ниетіңізде шам оқу керек болса, 3 шартын орындасаңыз болды, 3 ракағатын. Торттың үстіндегі свечкиді үрлеуге бола ма туған күнде дейді. Бәрі бітіп осы свечке қалды ма жаным? Кейде осындай бір сұрақтар болады да, енді түсінем, кейбір адамдар болмайды, харам, анау харам, мынау харам деп айта беріп, уже халал нәрсе азайып қалды қазір ше. Халал нәрсе азайып қалды. Анау да харам, анау да харам деп. Енді бәрі бітіп свечка болса, қазақ салтында бар ма деп айтайыншысы. Қазақтың салтында өзің елестеп көрші, Құнанбай атамызбенен жаңа Зере әжеміз келіп, екеуі Абайдың туылғанына свечка қойып, сіз свечканы қойып үрлесе. Как раз о кезде свеч жоқ еді. Жақсы болар ма еді өзі? Қазақтың салтында бар ма? Жоқ. Сенің атаңның атасы туылған кезде свечка қойып, барлық рулар жиналып, Найман ағайындар жиналып, мына жақтан қыпшақтар келіп, жалайырларменен құтты болсын деп свечка қойып, бәрі дискотека жасады ма, шоу?
жасаған жоқ. Мейлі алыстағылар емес, жақындағылар құтты болсын деп келді ме? Жоқ, келген жоқ. Біздің елімізде сүйінші сұрау бар. Біздің қазақ салтында құтты болсын айту бар. Ол бүкіл әлемде бар дүние. Мысалы, Мұхаммед саллаллаху алейхи пайғамбарымыз туылған кезде әкесімен бірге туған Абу Лахаб деген кісі өткен. Ол жек көрген жау болған. Сол кісі ана пайғамбар туылды деген хабарды естігенде, Суайба деген кісі келіп, құтты болсын, сенің жетім бауырыңның бала туылды деген кезде, о, сен боссың деп босатып жіберген екен да. Сүйінші сұрау ғой, сондықтан. Сол үшін айтпақ болғаным, біздің салтымыздағы бар нәрсені істеген жақсы болады жан. Ал енді свечка үрлеп қойса, енді одан кәпір болып кетпейсің, қорықпа. Алдыңда свечка тұрған екен, енді елдің бәрі жинап қойыпты, сайын ақылдасып қапты, бәрі бір свечка жасап, өзіңде бір плотно отырайын дедің, 45-ке келдің, енді кеуге шықпадың, енді ең болмаса бір қуандық баяқты бір свечка жасап, барлық туысқандарың жинап үрле десе, астағфирулла, үрлемеймін, өңшең кәпірлер де бәрін ұрысып боқтап қуудың қажеті жоқ. Балам сөйлемей жүр, 5 жаста, көмектесе аласыз ба? Көрейік. Иншалла, мен өзім қазір ауруханада жатырмын. Шыққаннан кейін мүмкін мешітте болса алып қойсаңыз көрейік. Уақытым жақын қалды. 5 уақыт намаз оқимын. Денсаулығым болмай жүр еді. Уақытша тоқтата тұрсам бола ма? Босанған соң оқуға. Сен отырып оқи бермейсің ба? Инстаграмға кіруге уақытың бар. Өсек айтуға уақытың бар. Магазинге баруға уақытың бар. Енді отырып оқымайсың ба? Намазды отырып оқи бер. Мысалы, мен қазір ауруханада болсам, өткенде бір кішкене ота жасалып, отырып оқыдық, отырып оқи бересіз, ешқандай мәселе жоқ. Намазда бірінші Фатиха, мен Ықылас, сосын Кәусар оқыса бола ма? Реттік номері қалай? Бұзылып кетеді. Бұл жерде реттік бұзылады, бірақ намаз бұзылмайды. Мысалы, бірінші Кәусарды оқисыз да, одан кейін Фалақты оқисыз, Насты оқисыз, Ықыласты оқисыз. Егер осының екеуінің орнын ауыстырып жібердіңіз, мысалы, валаддалин дедім, бірінші рекатта әмин дедім де, енді Кәусарды оқиын деп тұр едің, бірақ аузыңа Ықылас түсіп кетті, шатасып. Ештеңе етпейді, намазды оқып кете бересіз. Намаз қабыл болады. Реттілікті ұстау парыз емес, реттілікті ұстау сүннет. 2 қызым бар, мұсылман, бола ма? Болады. Зират басында шөпті жұлуға, тазалауға бола ма? Құрғақ шөпті жұлып деп айтамыз. Өйткені кішкене өрт болады да, бізде жағып жіберіп жатыр да, пожар болып, зираттар жанып кетіп жатыр, темекі шегетіндер темекін тастап, қураған шөпті жұлуға болады. Бір ғана шартпенен үстін баспай, үстін отырмай, бүйтіп аккуратно жұлу керек та, баспай, тебелемей. Ташу үстінде талақ берілсе, инициаторға қарамайды. Әйел инициатор күнде бола береді. Тамақ бар ма десең, тамақ жоқ десе, атауыңды іш десе, не істейсің? Талақ десеңіз, кете берсе, әйелмен ұрысқан бәрі талақ беріп, семьяны бұза берсек, инициатор всегда әйел болады. И что? Талақ бере беру керек па не? Әйел сөйледі деп, бір қызық оқиға айтып берейін ба? Мединада бір сөз тарапты. Мұхаммед пайғамбар әйелін талақ қылды деп, ажыратып жіберді деп. Соның пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның әйелімен ажырасты дегенде, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бір әйелі өзінің досы Омардың қызы болған, Хафса болған. Сол Хафсаны талақ беріп қойды ма деп ашуланып, қызының үйіне келіп айтқан екен, пайғамбар бір әйеліне талақ беріпті, сен емессің бе деп сұрапты. Саған тиіскен неған жоқ па деп. Сөйтсе, ода тұрған не бар? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның естіп жатырмыз, бізді өсек естиміз дегендей, бізді естіп жатырмыз, пайғамбардың әйелдерді ұрсады екен деген сөз айтты. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның әйелі болса да, қызын ұрсып тәрбиелеп, сен Айшаға еліктеме, Айшаның дәрежесі жоғары, сондықтан сен ерегіспе пайғамбармен деп ақыл айтып келіп, пайғамбарға келсе, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жерде жатыр екен. Пайғамбарға кіріп келіп, амандасыпты, пайғамбар жата беріпті. Сіз осылай бір әйеліңізбенен ажырасты деген сөз тарап жатыр едіңіз десе, пайғамбар күліп қойыпты. Сен менің қызымды талақ беріп қойған жоқсыз ба десе, күліп қойыпты. Сол кезде жаңа пайғамбар айтты, пайғамбарға Омар, мен қызымды ұрыстым, сен Айшаменен өзіңді тең көрме деп ұрыстым деп пайғамбарымыз қызына тәрбие берген айтқанда, Омар пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам тағы күліп қойған екен, жымиып. Сондықтан айтпақ болғаным, еркек адам әйелмен салғыласпайды. Ал салғыластың ба, әйел инициатор ма, инициатор емес па, сені қоздырды ма, тиісті ма, тиіспеді ме, оған қарамайды. Бұл жердегі әңгіме еркек сипатында қалу керек. Бірақ талақ түседі, талақ берген болса, ашумен болса да. Шала туылған балам 3 күн реанимацияда жатып шетінеп кетті. Алланың алдында сұрау қандай? Періште болады.
шафиатан о мушафаатан деп айтылады. Құдай қаласа сізге шапағатшы болады. Алланың тағдыры, қазақ айтады, жастың баласы өлмейді дейді жаным. Даже балада өлді демейді, шетінеді дейді. Қырғыздарда шаршап қалды дейді. Сондықтан бұл Құдайдың тағдыры. Алла сабыр етіңіз, жастың баласы өлмейді, бұйырса әлі талай перзентті боласы, өмірлі болмысы. Енем сайқал деді, ол қалай болады? Ештеңе етпейді. Сайқал, мысалы, сіз космонавт десе космонавт боласың ба? Сен, мысалы, жүргіш десе жүргіш боласың ба? Сен полицейский десең полицейский боласың ба? Сен шпион десе американ шпионы боласың ба? Қытайдың? Жоқ, болмайсың ғой сен. Айта береді. Енем бүйтіп айтты деп, оны күйеуің айтып, күйеуіңді түні бойы қайрап, жылап, концерт қойып, күйеуің барып, мамасының жағасын алып, мамасына қорғайым деп, оның күйеуі папасы қарсы шығып, сосын папасымен ұрысып, екеуі төбелесіп, түн жарымда балконда бүкіл соседтің бәрі естіп, абыройларың төгіп, сосын сені қолынан алып, үйден кетіп қалып, ертең қаңғып, екеуің бір жақта кеткеніңіз ол дұрыс бола ма бүкіл елдің алдында? Арманың сома. Не керек? Не күтпекшісің онымен? Айтыпты, сондай болсаң тәрбиелен, ондай болмасаң, сені жақсы жолға тәрбиеледі деп есепте болды. Сөз қуалама. Қазақ айтады, сөз қуған бәлеге жолығады дейді. Не қыласың? Айтты бол, не қыласың? Сен ондай емес шығарсың. Мұхаммед пайғамбардың заманында, пайғамбарымызға да сондай жаман сөз айтқан. Сол кезде шығып алып тұрып, жүрші нарас деген жоқ. Омар бин Абдул-Азиз деген бір патша болды. Сол түнде Меккеде свет жоқ қой о заманда. Бүйтіп жүріп келе жатса, түнде мешіттің ішінде біреудің аяғын басып кетті. Патша мына жағында әскерімен жүреді. Сөйтсе аяғын басып кеткеннен үлкен кісі ғой, денелі кісі болған. Ана жатқан адам шошып оянып, "Ей, ешақ" депті. "Аяғыңа қарап жүрмейсің бе?" депті. "Ешақсың ба?" депті. Сөйтсе ана патша айтты, "Мен Омар бин Абдул-Азизбін" депті. Сөйтсе қасындағылар қылышын шығарып алып тұрып, ананы ұйықтағанның басын шабайын десе, "Ей, тоқтаңдар" деп айтады. "Неге?" десе, "Сізді ешақ деп айтты ғой" деп. "Жоқ, ол мен ешақсың ба деп сұрады" депті. "Мен ешақ емеспін, мен Абдулла бин Омар Абдул-Азизбін" деп жауап бердім деп. Сол сияқты сайқалсың ба десе, "Жоқ, сайқал емеспін" деп. Сайқал болмасаң болмайды, кете бер, күліп болды. Өз-өзіне айтты. Кезінде пайғамбарымызға да айтқанда күліп қойған, өздеріне айтып жатыр ғой деп. Сол сияқты күліп қой. Не қыласың? Сөз терген бәлеге жолығады жаным. Оныкі дұрыс емес. Әлбетте мен оны жақтап отқан жоқпын, бірақ сен үлкенмен салғаспай қой. Маған айтады мына жерде аккаунтта. Не бір жап-жас балалар аузына ақ ит кіріп көп шығады. Сонымен айтшы адресіңді, жүрші, мен сен аузыңды айырып жіберейін, езуіңді тілейін, жүрші бер деп, сонымен төбелессе мен кім боламын? Айтып береді, не істейсің оны? Папам жақында қайтыс болды, иманды болсын. Ол кісі жәннаттық болу үшін қандай амалдар жасауға? Намаз оқы. Жатақханада балалармен жатамыз. Ішкиіммен жүреміз, не болады дейді. Ішкиіммен жүрсең ятай болады, позор болады. Жақсы емес. Мұсылман адам енді ішкиіммен совсем голый жүргеннен жақсы енді. Әурет екі түрлі болады. Ауратун ализа, ауратун хафифа деп айтылады. Яғни әурет, жеңіл әурет және ауыр әурет болып келеді. Мысалы, еркектің тізесі жеңіл әуретке саналады. Бірақ ол жеңіл әуретке саналады деген сөз жалаңаш жүр деген сөз емес. Бірақ шама келгенше, конечно, голый жүргеннен жақсы, бірақ голый жүргендер де бар, жақсы емес ол. Арам болады. Бөпе екі шалыптықта түсіп қалса ше, шапағатшы болады ма? Біздің ханафи мазхабымызда бұл неге кірмейді? Бала сәби үкіміне бұны не деп айтады? Бір мүше сияқты да, бір қол, аппендикс кескен кезде қалады ғой, сол сияқты бір мүше деп есептеледі. Бірақ басқа мазхабтарда іште 4 ай 10 күнде жан бітеді балаға, сол 4 ай 10 күннен былай қарай баланы бала деп есептей береді. Оларға жаназа оқылады. Біздің мазхабта енді тірі туылу шарты бар. Тахаджуд намаз сағат нешеде оқыған дұрыс? Түнгі 12-ден кейін оқи берсеңіз жақсы болады. Нұрлан имам, түсімде қайтыс болған адам жәннетте жүрсе, иншалла жәннеттік деп есептеп қояйық. Таң ертеп ұйықтап жатқанда, бірақ өзім ояу сияқты болып көрінеді. Сол кезде үйде біреулер жүрген сияқты болып көрінеді. Тура алмай қаламын, бастырылып, не істесем болады? Аятыл күрсі деген бар. Аятыл күрсіні жаттап алып, бір суға алдыңда суды аласында, сол суды 7 рет бүйтіп оқып, сөф дейсің, сонымен иншалла ішесің. Ұл баланы сүннетке туылған соң неше жаста сүннетке отырған дұрыс? Балаға ауыр болмайды ма? Бірден роддомда отырғызу сәл дұрыс емес. Баланы сол 1 жастан жоғары қарай сүннеттей берсе болады.
сәлеметсіз бе? Құранның ағылшын переводын оқимын. Әр оқыған сайын дәрет алып оқу керек па? В идеале ең жақсы дәретпен оқыған жақсы. Алланың сөзі ғой. Жүрегіңе қонымды болады, миыңа тұрақты болады, тіліңнің қателеспеуіне себеп болады, жүрегіңден орын алады, амалға асуына себеп болады. Сондықтан дәретпен оқыған жақсы. Жалпы мына дұға тез қабыл болу үшін, арманға жету үшін, періштелер қасыңа жақындау үшін, мінезіңді тәрбиелеу үшін, дәретің дұрыс болу үшін, дәрет дұрыс болса ғана өте жақсы болады. Колоноскопия ер врачтар жасайды екен, не істер білмей ештеңе етпейді. Оған дәрігерлік мәселе, оған кіре беріңіз. Әлбетте ер адам болмай әйел адам болғаны жақсы, шамаңыз келгенше, бірақ болмаса ешқандай мәселе жоқ. Гинеколог еркектерде бар, бірақ ол бір жүрегіңіз переживать ететін нәрсе емес. Содан қашып ұялып ауруыңызды асқындырып алмаңыз. Қазір колоноскопияны көбінесе жай седативный наркозбен жасайды, сондықтан көрініңіз дұрыс болады, уайымдамаңыз. Алла жеңілдік берсін жаным. Жолдасым 10 жыл болды үйленгенімізге, некеміз қиылмаған. Бірінші жолдасымен неке қиғанбыз, бірақ айырысып кеттік. Егер сотпенен ажырасқан болсаңыз, мәселе ашық, бітті. Егер сотпен де ажыраспай, ол бірінші күйеуіңізден талақ та алмасаңыз, онда екінші күйеуге сіз ары қарай шыға алмайсыз. Зираттың құлаған қабырғасын қайта жинау қоламын. 4 қабырғаның, 4 құлағының бір құлағы құлаған болса, сол бір құлағын өзінің орнына келтірсеңіз болады. Бірақ түгел бұзып тастап қайта жаңартуға болмайды. Кейде емделмейтін мысық итті уколмен өлтіреміз, күнә ма? Өз ажалымен өлген дұрыс. Тек қана малды, хайуанды, ит, мысығы қайсы болса да өлтіруге болады, егер ол қиянат жасаса, яки болмаса ауру жұқтырса. Бешіні дейді, қазақша айтқанда ауру болатын болса, қаңғыбас иттері, үйдің иті болса да, ауру жұқтыратын болса, онда болады. Басқа уақытта өлтірген жақсы емес. Намаз оқып жүріп, кейін тастап кетіп, енді намаз оқып жүріп дейді, кейін тастап кеттім, енді үйлене алмай жүрмін. Енді намаз оқысаң үйленесің, Құдай қаласа. Бірақ намазды үйленуге байлама. Ер адамды қалай қайтарсам болады? Қазір намаз оқып жүрмін дейді. Прямой қайтарасың, прямой барасың, жалынасың, WhatsApp-ына жазасың, мені кешір дейсің. Үйленіп алған болса, енді сен оның семьясын бұзба. Солай қыл. Көп әйелдер ашулыменен ажырасып алады да, кейін анау еркек кеткеннен кейін немесе әйелі үйленіп кеткеннен соның семьясына қайта түсіп, ортаға қайтқан малда береке бар деген сияқты анекдот мақалдарды айтып, біреудің семьясын бұзады. Сен ажырасқан әйелің, сенің пұшық қап-қара негр әйелің, сенен кейін әдемі әйел болып шығады ажырасқаннан кейін. Тура сол сияқты. Сен менсінбеген аяғы маймақ, үсті сасық күйеуің басқа қатын алғаннан кейін красавчик жігіт болып шығады. Сондықтан енді барып оның басын қатырып, қайтадан мен сені жақсы көрем деген сияқты сөздер керек жоқ. Егер қатты махаббатың оянып тұрса, соның уже кейінгі үйленген әйелінің алдынан өтіп, сені тоқал қылбасын, сонда көнсе тоқал болып бар қайттан. Бірақ оның семьясын бұзба. Енді семен болмады ма, енді біреудің бақытын бұзбай айналайын. Қайнатам жылағанда, қайтыс болғанда, қатты жыладым, елдер күлді, күле берсін. Енді келін жақсы көріп қалып па деген сияқты нәрсе. Не қыласың, елді аңдып. Сонда сен өтірік жылағасы болып тұрсың ғой, көрдің ба? Сын жылаған адам жан-жақ қарамайды. Атамай деп сен соны ойлаудың орнына, сен елді аңдап отқасың бүйтіп ішінен. Деп, сонда сен өтірік жылағансың болып тұрсың, көрдің ба? Сен шын жылаған адам жан-жақ қарамайды. Мынау Омар деген кісі мешітке барыпты. Сон барса қызы сұрапты, мешітте кім бар екен депті. Сөйтсе дейді, мешітте ешкім жоқ. Қалай мешітте адам жоқ ба десе, мен Құдайдың алдында тұрғандығымнан депті. Бұлай қарамадым кім тұрған, маған бәрі мен Құдайдың алдында тұрмын депті. Сол сияқты сен шын жыласаң, зачем саған біреу? Значит, сен елге қарағасың, сен атаңды ойлап жыламағасың. Жауабын өзің беріп тұрсың. Анасы баласын қарғады. Не істеуге болады? Өліп қал деді баласына. Ештеңе етпейді, өлмейді. Кейбір ата-аналардың қарғысын бата деп түсініңіздер. Қарғыстың барлығы қарғыс сипатын өтпейді. Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям кейде әйеліне қарғыс сөз айтқан, бірақ пайғамбардың қарғысы тәрбие сияқты. Оған ата-аналардың да қарғысы
сондай тәрбие мақсатында болып қалуы мүмкін. Мысалы, жаңа жер тартқыр, одан кейін барып тағы да әлбетте олай айтпаған дұрыс, желательно. Но ауыздан шығып кеткен бар, енді өлем. Ол проблема шығара бермен ештеңе етпейді. Шалабайларымен шалабай көп ауыра береді. Соған өзім дем салсам бола ма? Супер болады. Супер болады. Қолын басына қойыңыз да, сипалап тұрып оқи беріңіз. Бір молда менде дуа бар дейді, оқытылу керек дейді, не істейін дейді. Басымды қатырма де оған. Басымды қатырма де. Өз-өзің оқыңыз, ең жақсы сұр. Жолдасым талақ деп 3 рет айтты. Ашу үстінде айттым дейді. Енді қосылуға болады ма? Муфтиятқа қайырлыңыздар. Муфтият фатуа сөйлен нақтылап шығарып айтып береді. Хадистерде кісі қайтыс болғанда күнәһар болса қабірде қиналады дейді. Бірақ Алланың алдында тұрама, не үшін тұрмай, не үшін қиналады? Күнәһар ма, жоқ па, Алланың сотында белгілі болады ғой. Суицид без суда не получается. Судилище. Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи хадисі бар. Қабір қияметтің аялдамасының аялдамасы. Бірінші аялдамасы. Немесе тозақтың чұңқырының бір чұңқыры, жәннеттің бақтарының бір бақтары дейді. То есть қиямет судилище начинается уже қабірден. Жан беруде бірінші қабірден басталады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам: Аллахумма аузу бике мин азабил қабр. Я Раббым Алла, мені қабір азабынан сақта деді. Ең көп айтқан дұғаларының біреуі осы еді. Неге? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қабірден қорықты. Сондықтан айналайын, қабірде басталады. Конечно, великий суд Алланың алды, мәлики яумиддин, қияметте. Но уже қабірде адам примерно қай жақтың адам екені өзі көрінеді. Құранда иллиин және сиджин деп айтылады. Әйелімді жақсы көремін, баламыз бар, 6 жыл тұрамыз, тәуба, бәрі керемет, қайын жұртымды ұнатпаймын дейді. Қайын жұртымды ұнатып не істейін деп, сүйсейін деп олармен. Қызметін жаса, бір тамағын жас, деп амандас болды, ода тұрған не бар? Сен қызықсың да, саған қойныңдағы жарыңды, одан тараған ұрпағыңды дүниеге келтірген адамның ата-анасымен араласпайтын адамдар таң қаламын мен. Сенің Құдай қосқан өмірде бір-ақ жарың болады. Құдай сені айдаладағы бір жақтан, айдаладағы екінші жақтан екеуіңді бүйтіп қосты. Сен де сау емессің, ол да сау емес. Екеуіңді қосты енді. Енді соның өзі жақсы болады да, қалай оның туысқаны жаман болады? Сен жақсысың, сен мамаң өліп қалсын деген сөз сияқты ол. Ертең сенің қызыңды да біреу сөйтсе, сені көргім келмейді, оңбаған пашал болым, бірақ сенің қызың маған жақсы десе, не айтасың сен күйеу балаңа? Молодец, красавчик, жігіт екенсің дейсің ба, не айтасың? Сондықтан бұл дұрыс нәрсе емес. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өзі қайын жұрты, соның ішінде Абу Бәкірмен өмірлік дос болып өткен. Абу Бәкірдің қызына үйленіп тұрып. Сондықтан айналайын, құрметін жаса. Қалай болғанда да Құдайдың қосқан сенің жарың. Сол үшін жақсы сөз сөйлесең, саған да жақсы болады. Мынандай студент едім, ролтынға ақша бер, бір пәле жолда қалдым, бәрі өтірік, бәрі алаяқ, біреуіне бір тиын бермеу үшін болмаңыздар, өтірік алаяқтар бәрі. Намазды қазақша оқуға бола ма? Жоқ, намаз қазақша оқи алмайсыз, өйткені Құран кәрімді араб тілінде оқу намазда парыз болады. Сондықтан міндетті түрде арабша оқылады. Бірақ қазақша дұға қылуыңызға бола ма? Болады. Сәждеде дұға қабыл болады дейді. Намаз оқып жатып, сәждедеге жығылғанда дұға тілек жасаса намаз бұзылмай ма? Нәпіл намаздарда болады деген сынды тілектер, мәселелер бар. Бірақ ең жақсы Құрандағы дұғаларды оқи бересіз. Қай парызында да, сүннетінде де. Құранда кездескен дұғалардың барлығын оқи берсеңіз болады. Жалпы дұғалар екіге бөлінеді. Әсли, негізгі Құранда келген, хадисте келген, және иншая кейін қосылып кеткен дұғалар. Мысалы, бұл жерде арабша оқуында емес мәселе. Мысалы, бір адам арабша жақсы білсе, Құдайым маған үйде соғым жоқ еді, ет берші деп арабша айтса да, намаз бұзылып кетеді. Еркек кетем десе ойы бұрыс па дейді. Енді еркек кетем деп айта береді, оның ойын былай ғой,
сөз аңдудың керегі жоқ. Қазір кейбір еркектер де әйелдер де дәудірбас болып сөйлей береді. Дәудірбас дейді. Деп сөйлей береді. Ананың қатыны жақсы, саған үйленген анаған үйленуің керек еді, саған бай болған анаған бай болуың керек еді деген сияқты сөйлей береді. Ондай сөз терудің қажеті жоқ. Біз сізді күтеміз, алға келеді екенсіз, иншалла. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Паническая атака неден пайда болады? Қандай дұға оқысам болады? Паническая атака жүректен Алла шыққан кезде, азайған кезде паническая атака болады. Емі Алланы еске алуда. Алақанымның кішкентай көзімнен терлейді. Не үшін, қалай оқысам болады? Сіз докторға барасыз, сізде кішкене анемия бар, жүрегіңізде аритмия бар, соны тексерсем пульсіңізге қарайды, сізге айтып береді. Ешқандай дем салу, қолыңызды қалдап айтады, шөпсің деуін керегі жоқ. Барып стенаны уқалап, мел жағып, бір пәле жағып, бір әулиелерге, қабірлерге бейтіп қолын тигізіп алып, оны бейтіп үстіңе жағып, бейтіп қалдап айтады, брюслейдің приемдарын біреуін керегі жоқ. Сіз докторға барыңыз, сізге витамин жетіспейді, аптекаға барасыз, дәрі жазып береді, соны аласың, Құдай қаласа, сонымен бітеді мәселе. Неге намазды қазақша оқуға болмайды? Өйткені Құран кәрімде аят бар. Оған байланысты Аллах Тағала Құранды арабша түсірді, және вараттилил Құраны тартил ережесіменен оқу намазда парыз болады. Сондықтан намазға тән араб тіліндегі сөздерді айтасыздар. Ал енді басқа уақытта дұғалардың мағынасы не екенін білуге, қалай не оқып тұрған білуге ода тұрған ешқай жоқ. Дұғаңызды бүкіл қалаған тіліңізде айта беріңіз. Нұрлан аға, ері мен әйелі 3-4 ай арақайшылықта болған жағдайда некелері бұзыла ма? Бұзылған жағдайда қайта неке тұруға бола ма шариғат бойынша? Еркек пен әйел қызмет бабымен басқа да бір себептерменен екеуі екі жақта ұзақ уақыт болса, қанша ұзақ уақыт болса да неке бұзылмайды. Әлбетте, еркек адам күнәлі болады. Еркектің әйелдің ақысын бермеген үшін, қасында болмаған үшін 3 ай 4 айдың қасында әйелдің ақысы болады. Кем дегенде бұл минимум. Ал енді еркек қызметпен, басқа себептермен басқа қалаға кетіп, басқа қалада тұрып жүретін болса, одан некесі бұзылмайды. Неке қайта қиылмайды. Бала туылғанда азан шақыру ережесін түсіндіріп беріңізші. Бала туылған кезде азан шақырудың ережесі, бала бірінші дүниеге хоп деп туылған кезде, бүйтіп түскен кезде бүйтіп хоп деп тосып алады. Акушер деп тосып алады, саған әкеп бере салады. Сол коридорда ар жақта тұрасың, сен құлағына Аллаху акбар деп құлағына емес, құлағының маңайына айтудың керегі жоқ. Құлағының түбіне бақырып айтып, баланың көзін мынандай оқыма керек, атысып кетіп бір-бірімен мынандай болып, баланың көзі сондай оқымасын. Бұл жерде олай істемейді. Баланың маңайында айтса болды, Аллаху акбар, айғайлап бүкіл роддомды басына көтеріп, подъезді басқа көтерудің керегі жоқ. Бір. Екіншісі, сол маңайда азан айтса, қамат айтса жеткілікті. Бұл қамат талас бар, талас болса да айта береміз. Енді кейін өсіп кеткен адамдарға, үлкен азаматтарға, 4-5-тегі балаларға азан айтудың қажеті жоқ. Баланы азанмен тәрбиелеу керек. Ат басқа, азан басқа. Қыздар құтырып кетті, нүкеде олай емес. Неге? Қазақтың қыздары иманды, ибалы, еркектердің де жетісіп тұрған шамалы. Әйелдерін ұрса, боқтаса, жерде мен байым қатыным ұрды дегенді оқыдыңыз бағанан бері. 2000 адамдай отыр. Қаншасы кіріп шығып отыр. Менің қатыным мен сабады деген сұрақ бар ма? Жоқ, еркектер ұрып, еркектер сабап, тапқанын міндет қылып, жегенін желкесінен шығарып, айтып отыр. Жақтырмайым, қайын жұртымды бүйтем де, сөйтем де, сен не істеу керек ол әйел? Өзі жастай әйел қылып аласың сен. Содан кейін не мамасының, папасының қызығын көрмейді. Не оқуының қызығын көрмейді, не дипломының қызығын көрмейді. Деген кезде екі қабат қыласың, соңы деген кезде тағы туады, үшінші тағы зарядтап қоясың, тағы туылады, сөйтіп кете береді. Ой, баяғы аузына тісі қалмады, 40-қа келгенше, қазір отырған енді 40-тағының біреуінің тісі жоқ. Оған адам сияқты тіс салып берген сенімен мен жоқ. Имплант салып берген әйелді көрдің бе? Жоқ, бәріне протез береді. Тісі түсіп қалады, соны сен 40-қа келмей тісі түсіп қалған қатын саған керек пе? Керек жоқ, сен біреудің қатынына қызығасың. Тісі барларға қызығасың. Сөйтіп үйдегілердің жексұрын болып, байқұстар арға кетсе, ана жаққа сыймайды, бүйтейінсе, бүйтемейді, балаларын қойына тығып алып, қалай өмір сүрем дегеннен басқа не жақсы, не жамандығын көрдің.
қалайша оны айтуға болады? Иә, еркектер біз соған сай болсақ, әйелдер ондай қорлық көрмейтін еді. Сондықтан да ол жақсы дүние емес. Бірінші әйеліне талақ бермей менімен неке қидырды. Енді не істеуге болады? Бірінші қатын тұра береді, сен тоқал боласың, заң бойынша болды. Ешқандай мәселе жоқ. Тойдан бұрын аяғым ауыр болып қалды. Енді не істеймін, не істеуге болады? Кеңдеу көйлек қып, тойда киіп тұрасың, ішің жауап болды. Ештеңе етпейді. Енді бүкіл елге айт, не керегі бар? Тудың. Андай кең көйлек алсаң, кішкене, мынандай объем үлкен, мына ердің жабығына айналайын, мына бәрін ашық қып, деколте қып, ұят болады. Мына кішкене бүйтіп жауып, қымтып, мына жаң бәрін жабық тұратын көйлек ал айналайын. Бақытты бол, болды. Таң намазын көп оқып жүре беруге болсайды, 5 намаз оқу керек деп естім. Сол қаншалықты дұрыс? Сол дұрыс. Бала жыламай шетінеп кетсем, жылау шарт емес. Бұл жерде баланың тірі туылды деген есебі жылау, қимылдау, тірі сипат көрсету. Тірі сипат көрсетсе, сол тірі сипатқа не кіреді? Тірі сипатқа не кіреді? Қимылдау, жылау, аяқ қолын қимылдату, есінеу, жөтелу, осы сияқты нәрселер кіреді. Сүрелерді кириллицамен әрең дегенде жаттап намаз үйреніп едім. Инстаграмнан намазды кириллицамен жаттап намазыңыз қабыл болмайды деген курстар көп шығады. Басымды қатырма де оларға. Өзі әрең жаттаған қазақты одан бетер жығып бітірдік. Енді жаңадан ғана келген адамды жынды қылып, сенікі қабыл емес, тек қана менімен кел, менен ғана оқы, менің курсымнан айына 35 мың теңге төлеп деген барлығы оттаған дүние. Барыңызбен базар, үйдің қасындағы мешітке жайлап, барып үйреніп алыңыз. Тегін бесплатный курс болса, қолың бос кезде қарап түзетіп аласың. Қазақ айтады, көш жүре келе түзеледі дейді қалқам. Сондықтан ниетіңіз қабыл болсын, ондайларды тыңдамаңыз. Қабыл болсын. Біз араб емеспіз, біз қазақпыз, тіліміздің келгеніне сай әрекет қыла беріңіз. Мүшел 36 ме, 37 ме? 36-тан 37-ге қараған жас мүшел болады. Жаңа намаз бастайын деп жатырмын. Қандай совет бере аласыз? Үйдің қасына мешітке барып, сол жерде жамағатына қосылсаң, жақсы совет сол болады жаным. Ер адам әйелді боқтап сөйлесе, қалай адамды тоқтатуға болады? Неуважительно сөйлейді дейді. Ол өзінің қадірін түсірген адам, оған Құдай сана берсін, тек қана дұға қылыңыздар. Жалпы мен сіздерге көп нәрсенің шешімін, бір вопросты шешетін бір алтын золотой палочка бергім келеді. Мынадай волшебный палочка дейді ғой. Сол волшебный палочка ұстағыңыз келе ма қолыңызға? Волшебный палочка деген болады. Исламда да бар волшебный палочка, мынандай. Бірақ бізде мынадай палочка болмайды, бізде двойной палочка болады. Қандай? Мына қол бар. Ей Құдайым, ей Алла, менің күйеуім мен боқтап жатыр, көріп тұрсың, кінәм жоқ. Соның жүрегіне иман салып берші. Ей Құдайым, менің күнім қарызымыз көп, қарыздан құтқаршы күйеуімді. Ей Құдайым, менің күйеуім менің ата-анамды ұнатпайды. Бірақ мен ата-анам адал, өзім білесің ғой, ей Құдайым деп Құдайдың есігін қағып үйренсеңіздерші. Алланың есігін қаққан адам адамға мұқтаж болмайды. Біз неге адамға жалына береміз? Өйткені Құдайдың есігін қақпай жатырсыздар. Құдайдың есігін берді ғой? Құдай жаратты, Құдай өзіңді естіп тұрады сөзіңді дейді. Соқтан соң Құдайға бітеп прямой қайырлыңыз. Ей Құдайым, осыны маған бер, осыны сен маған нәсіп қып күйеу қылдың, мен ризамын бұл күйеуге. Бірақ бұның мынандай бір қасиеттерін Құдайым өзің түзетіп берші деп Алладан сұрасаңыздаршы. Тарихта бір патша болған екен. Хаджаж ибн Юсуф әс-Сақафи деген бір залым патша болған екен. Соң патша ұнамаған адамдардың басын кеседі екен сразу. О заманда ғой енді. Содан бір күні уәзірі бір молдаға кепті, ең оқымыстыға кепті да айтты. Мен жылап жатыр дейді жаңағы уәзір, первый зам. Не болды десе, патшаның қасында жұмыс істеймін деп. Не десе, анау ұнамаса басын шабады, мынау ұнамаса басын шабады. Уже өлдім, 25 жыл қасында жүрмін. Бір күні мен де ұнамасам, менің де басын шап деп айтады ғой депті. Сөйтсе ана ғалым сұрайды дейді, қанша жыл жыладың депті. Түні бойы ұйқы жоқ, 25 жыл жыладым депті. Сөйтсе 25 жыл Құдайдан қорқып жылағанда патша давно өліп қалар еді депті ғой. Сол сияқты Құдайдан қорқып істеңіздер, не қыласа адам. Сөйт. Алладан сұрап үйреніңіз. Сіз красавчик екенсіз дейді. Алла разы болсын, рахмет. Бірақ бәрібір дейді, қайын жұртты жақсы көрмеймін, көре алмаймын дейді.
Қайттың ба, қайынжетпен сүйіспе сен. Тамағын бер, күліп қой, жақсы сөз айт бол. Сен жақсы адамсың. Ертең бәрібір ұната ма, ұнатпай ма, соларға барасың. Қазір күйеуің, қайынжұртыңнан біреу бастық, министр болса, қайтесің? Барасың сен біреу. Кейін балаң өсіп, жұмысына алып бересің ба, жұмысқа тұрсың, барасың. Күн салса, одан зорына барасың жаным. Қырғыздардың бір мақалы бар. Біздің қазақтарда айтады, оның ортақ бір мақал бар. Жігіт кейде тө жүреді, кейде жігіт жө жүреді дейді. Тө жүреді дегені түйеде жүреді дейді, кейде жігіт жаяу жүреді дейді. Сол түйе мінгенде дейді, тегеленіп ел жүреді дейді. Егер түйе мінсе дейді, атақты мансапты болса, айналып, ағайын, қайын жұрт бәрі жүреді дейді. Кейде еркек жө жүреді дейді, кейде еркек жаяу жүреді дейді. Жө жүргенде елдің бәрі келеке қылып ел күледі дейді. Сол кезде елдің бәрі күледі дейді. Ой, соғырлы, бейшара оқапсың ғой деп. Сол сияқты Алла біледі келешек. Әйеліңнің туысқандары ертең бастық болып шықса, не істейсің? Қайын жұртың деп барасың. Домбыра харам ба дейді. Оны талай айтқанбыз, ондай қисық сөздің керегі не? Оны талай айтқанбыз. Біздің салтымыз, біздің дәстүріміз, қазақтың әр домбырасының әрбір пернесіне қазақтың мұңы, қазақтың зары, қазақтың дұғасы, қазақтың тілегі және болашағымыз бар, бүгініміз бар. Сондықтан домбырадан басқаны реттеп алыңыз. Осылай домбыра харам ба деп сұраған мен кездескенде бір аста бір жиында отырғанда біреу сұрады да, домбыра харам ба деді. Мына жерде домбыра ілініп тұрған, соған қарап сұрады да, менен сол домбыраны бүйтіп жұлып алдым да, домбыра тарттым да жаңа кісіге бердім. Харам ба дегенде, мә, домбыра тартшы дедім. Мен тартамайын дейді. А тартамасаң не керегі бар саған бұл сөздің? Әшейін өсек әңгімеде тарту харам ба, харам емес пе? Сен шын жақсы көрген адам домбыраны харам десе де тартады. Ол ұлт тәрбиелеген, рух тәрбиелеген дүние. Өзің тартамайсың домбыраны. А саған понт керек та, әңгіме ді саған керек нәрсені сұра. Өзің домбыраны үйрен, балаларыңа үйрет, домбырамен ән сал, домбырамен өмір сүр, күйменен өміріңді жеткіз. Вот сол кезде домбыра туралы сен де сол кезде сұрамайсың да. Неге? Өйткені домбыра сенің өмірің болады. Қырғыздың қомызы сенің өмірің болады. А сенде ондай жоқ. А зачем онда сұрайсың? Сондықтан да сен өзің тартсаң, сен сұрамайсың саған, харам ба, харам емес па? Солай да? Мысалы саған нан харам десе, сен жей бересің, қағарасың саған. Нан харам емес, бірақ сен харам десе, жемей қойсың ба, жей бересің, сол сияқты дүние жан. Қайтесі сондайды. Даусымды шығарып, Құран оқуға ұяламын. Қаншақты дұрыс? Бүйтесің. Құран дауысты шығарып оқу үшін наушник бар ғой? Андай накладной деген, андай ТВС наушниктер дейді, құлақтың ішіне кіретінді ТВС дейді. ТВС емес, накладной деген болады, мынандай. Осыны киіп аласың да, ана тойларда да бүйтіп өлең айтқызып жатыр ғой, бүйтіп киіп аласың да, «Вал-адияти дабаха» деп ай айтасың. Сол кезде мына наушник киген адам даусын қатты шығарады. Ал сен өз даусыңнан өзің ұялғандық үшін, құлағың өзің естіген үшін. Сен мынаны киіп алсаң, вообще естімейтін боласың, даусың жақсы шығатын болады. Жесір келіншекті жылатып, алдап кетсе, қарғысы қабыл бола ма дейді. Асында жесір еместерді қалдау беруге бола ма, не алдай беруге? Жоқ. Жесірді де, жесір еместі де алдау болмайды. Қарақалпақстаннан ассаламу алейкум дейді. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Атырауға келесіз бе? Иә, Құдай қаласа 23-і, 24-і Атырау қаласында бізде кездесу болады. Ақтөбе қаласында кездесу болады. Жамбыл облысында кездесу болады. Осы алдымызда бір айдың ішінде. Алла амандық берсін. Ерлі зайыптылардың арасында мәміле болу шарт па, немесе күйеуді ғана шарт па? Так, ерлі зайыптылар арасында мәміле болу шарт па, немесе күйеуді ғана шарт па дейді. Күйеудікі ғана. Жоқ, мәміле болу шарт па, неге шарт емес? Не сөз ол? Еркектікі ғана дұрыс деп, ондай сөз жоқ, ондай сөз. Әйел адам емес пе? Уалақад каррамна бани адам. Еркек адам басқарады деген сөз, еркек адам асырайды. Еркек адам бағады, еркек адам бағыт береді, еркек адам тәрбиелейді. Ар-риджалу қауамуна аля ниса, еркек адам әйелді басқарады, үкім жүргізеді деген сөз, ол жерде көп мағынаны қамтиды. Еркектікі дұрыс болмаса да дұрыс деген сөз, ол қате сөз, ондай сөз жоқ. Еркек әйел адамды айта алады, ол да адам, пайғамбардың әйелдері де айтқан керек десе, ол да тұрған не бар? Намазды жамағат болып, намазды ұйып оқысам, ішіңнен дұға тілек
бола ма әлде макрух па дейді. Дұға тілек сәждеге барғанда оқисың ғой. Субхана раббиял а'ла, субхана раббиял азим рукуде, самиаллаху лиман хамида раббана ва лакал хамд дейсің. Екі сәжденің ортасында раббиғфирли деп айтсаң болады. Тахият, салауаттарды өзі оқисың. Арасында сәжде қылғанда Құранда келген дұғаларды оқып үлгерсең болады. Қысқа сүрелердің реттілігі бола ма, намазда түсінбедім, толық айтыңыз. Әлбетте отжан. Құранда мына 114 сүренің басы Фатихадан басталып Бақараға өтіп, одан кейін Али Имран, Ниса сөйтіп келіп, соңында қысқа басы үлкен сүрелермен болады, аяқ қысқа болады ғой. Вот сол реттілік. Енді сен мен ойымша Фил сүресінен соңғы 10 сүрені білетін шығарсың. Соның реттілігін ұстаған жақсы болады. Желательный. Бұл сүннет амалына жақын. Енді реттілік ауысып кетсе, намазды қайта оқымайсың. Мысалы, сен оқиын деп отырған нәрсені шатасып кеттің. Шатасып кеттің де басқа сүре оқып кеттің, ештеңе етпейді. Намаз қабыл болады, оқи бересің. Енемді қалай кешірсем болады? Аманат етіп, балаларымды жіберетін едім үйіне. Сөйтсем дейді, балаларымды қинап ұрады екен. Не деген ойбай десеші. Жібермесем ренжиді, бәле болды деп ұрады екен. Жолдасым үшін үндемей отырмын дейді. Ұрып тастаймын екен. Енелердің бәрі солай шымшиды. Енелер сондай. Сондай болып өскесің, сен де ештеңе етпейді. Біз де сөйтіп өскенбіз. Жаман болмайсың, айналайын. Баласын ешкім жек көрмейді, айналайын. Өз балам балым менің, баламның баласы жаным менің дейді. Айналайын. Балалардың сөзіне сене берме. Бізді ұрды, тамақ бермеді деп балалардың сөзін сене берме, жаным. Ол балаларыңды сенің саған күйеуінің қойныңдағы күйеуіңді сыйлаған ана сенің балаларыңа жауыздық қылмайды, алтыным. Болса да жаман болсын демейді, қой. Үндеме. Абыройсыз болып қаласың, жаным, қой. Енді әлбетте андай маньяк инешка болса, онда қиындау онда. Видеоға түсіріп аласың, онда маньяк болса, онда кетті онда. Руслан Өтепбай деген мен жақсы бір інім бар, көреміз деген передачаға шақырады. Намазда сүрелердің мағынасын және аудармасын ұмытып кетсем, қабыл бола ма дейді, әлбетте. Мағынасы білу шарт емес, білген жақсы деп айтамыз, да? Көкпардағы қазақтар мен қырғыздар мәселелерін өткенде айттық қой, бұл спорт, айналайын. Кейде былай болады, кейде былай болады. Ештеңе. Бұл үшін елді бір-біріне қарсы соғып, ұлтты қарғап, бүкіл қырғыздар бізді қарғап, қырғыздарды біз қарап, ол ақымақтық болады. Олай жасамаңыздар. Спортта болады. Әділетсіз болса, оның есебін басшылар береді, басшы бермесе Құдай береді. Бәрі өз орнында, айналайын. Бір түкке тұрмайтын нәрсе үшін оны сөз көтерудің керегі жоқ. Бірін-бірін қайрап салып, қырғыздар бізді бүйтті, олар бізді сөйтті деп, біз қазір сондай төмен түсіп кеттік, майдалап, еркек пен әйелдің ортасына түсіп кеттік, көрдіңіздер ма? Сондықтан керек жоқ, айналайын. Шаруаларын, сол көкпар туралы сұрағандар, өмірі көкпар тартпаққа көрмегендер, көкбөрімен көкпарда жаратылмағандар, көкпардың бір додасына түсіп көрмегендерге не әңгіме керек бар? Не керегі бар оның? Тыныш отырыңыздар, болды. Қазақ, қырғыз бір туған, біз бір туған елміз, көршіміз, Құдай қосқан. Біз туралы жаман айтса айта берсен, біз жақсы айтамыз. Барлық үшін. Ұстаз, Ташкентке қашан келесіз? Құдай берсе, иншаллах, ниетіміз бар. Саид Термизи хазратларының Құда қаласа достымыз, Құдайын берсе, Ташкенттің бас модер бас имамының қонағы боламыз, Құда қаласа шақырған бізді. Дуалау деген рас болса, нақты жауап айтасыз. Бар, иә, Құранның 113-ші және Құранның 114-ші сүресі сол дуалау мәселесіне түскен дейді. Ұстаз, қабірге жиі барып тұру дұрыс па? Жиі барудың өзінің қыз балаға қажет емес, ер адам болса барып тұруға болады. Сіз Құранды үйден оқи бер әжеңе. Сізге неке қидырайын деген біз дейді. Жақсы, мен неке сарқылап берем, құтыла алмайтын деп тұрып. Енді осы апта ауруханада жатырмын, мен шыға алмайтын шығармын. Енді келесі апталарда Құдайым бұйырса орыстың тамағын жеуге бола ма дейді. Жеп жатырмыз ғой. Хлеба пекарняда орыстар жұмыс істейді. Нина Петровна, содан кейін мысалы фантан ішесің. Кім айтты орыстық арам деп. Малы сойса басқа да. Приезжайте в Турцию дейді. Иншалла, келeceğiz. İnşallah niyetiniz var ki şimdi şu anda gelen ayda mı inşallah niyetimiz var, gitmeliyiz.
Türkiye'ye inşallah misafir olacağız. Atası мәжбүрлеп айттырса, үш рет айттырса, талақ берем деп болочок чакта айтса талақ өтөбү дейді. Болочок чакка шарт байлабаса өтпөйт. Мисалы, сага талақ беремин деген сөзбен өтпөйдү. Болочок чакта береби, бербейби тияк айтса, бул өтпөйт. Кыргызча жаксың, кыргызча жазганыңа рахмет. Кыргыз агайын болуп туруп, казакча жазганыңа ризамын. Алла разы болсун. Рахмат чоң. Biz Kırgızça dile söylüyoruz. Болочок чакка айтса не өтпөйт. Тек эле бир болочок чакка айтып сентябрдын 4-күнү, азыр мисалы эмне бизде сентябрь бу, март, декабрдын 14-күнү талак бердим десе, ошо декабрдын 14-ү болгондо талак түшөт. А эми бок тигеле беремин сага десе, беремин деген сөздөн түшпөйт болочок чакта. Ушул чакка айтыш керек да, настоящим временем дейбиз го. Ошондой болуш керек. Менин сурагым бар эди, күйөөмдөн катты көңүлүм калды. Арада 5 бала бар. Өз 5 баладан кийин не көңүл керек өз? О кезде көңүл, сезим бәрін жинап кой керек. 5 баладан кийин көңүл, сезим бәрі экинчи орунга түшөт. Уже чөтө сенімім өшүп калды, сезим вообще жок. Не сезим калды өз 5 баладан кийин? Эми сол 5 баланы өсүрүүдү ойла. Сөз 5 баланы өсіріп, аяққа қойып, мынандай анасы болып, соны тудырған әкесін мақтап, жақсығы өмір сүрсең, сол 5 бала сол анау еркектің аяғына жығып береді. 5 баланың атағы, абыройы, тәрбиесі, азаматтығы, қуаты, қазақ айтпақшы әруағы аяғына жығып береді сол еркекті. Сондықтан енді 5 баладан кейін өзі сезімді ештеңкені іздемей енді. Болды үш. Несі қалды өзі? Сезім керек жоқ дейді. Жоқ, сезім керек. Сезім керек. Бірақ сезім ақылдан кейін тұру керек. Сезім кетіп, ол хайуандарда сезім болады да. Олда ар жоқ, намыс жоқ, ойлау жоқ. Ол көшеде ана бұқа, мысалы айғырда сезім болады, сезім бар ода. Бірақ ұят, ар, ақыл жоқ ода. Сол үшін ол биені көрсе секіре береді. Былай қарап тұрып, адамдар көріп қалмаса, ойбай ұят болады, неудобно, басқа биелер қарап тұр ғой демейді, оған бәрі бар. Сол сияқты бізде сезім бар. Біз хайуаннан артықшылығымыз сол иман мен ақылымызда өзі. Сондықтан тұрамызда, қой, ұят болады дейсің да, ол тәртіп сол болады. Деменция – это наказание. Будет ли спрос на этом свете, с человека 82 года, не читал намаз, но стал слабоумным? Деменция считается в исламе шейхуль фани. Шейхуль фани казахта называется алжу. Я даже так скажу, само по себе деменция – это в какой-то части милость Всевышнего Аллаха. За то время, когда человек стал таким немощным человеком, впал в деменцию, за это время у человека спрос не будет. Наоборот, есть милость Всевышнего человека, а Всевышний будет этому человеку. Теперь, относительно того времени, когда он не читал намаз. Знаете, вот мы вот этот суд хотим вершить сами. Но это суд мы должны, не мы должны вершить, мы должны отдать Всевышнему. Как в Коране Аллах сказал, «Мялики яумиддин», Он будет вершить в тот день. Поэтому нам не нужно. Если это ваш близкий человек, уважайте его, цените, ухаживайте за ним. Придет время, за это будет вам благо от Всевышнего. Теперь, знаете, милость Аллаха, она безгранична. Безгранична. В двух условиях. Первое, если человек не обижал кого-то, если у кого-то есть долг перед кем-то, то есть он его унижал, оскорблял, обижал, деньги своровал и так далее, соответственно, пусть он съездит в Мекку, пусть обнимет Мекку, пусть в доме в Мекке, пусть он даже там умрет, это ему не поможет, понимаете? Почему? Потому что есть хак человека, поэтому Аллах говорит, я прощу то, что касается Всевышнего. Меня пятикратный, как вы говорите, намаз не читал. Это милость Всевышнего Аллаха безгранична. Почему в Коране читаем со словами «Бисмилляхир рахманир рахим»? Имя Аллаха милостивого и милосердного. Милость Аллаха, она безгранична. Поэтому уповайте на Всевышнего. И эта милость будет, безусловно, вам придется в многократном размере. Относительно этого человека отдайте его Всевышнему. То есть просите за этого человека. То есть два мусульманина, это как две руки. Один погряз, другой его омывает.
Не зря же говорят, рука руку моет, две руки лицо моет. Точно так же мы должны омывать этого человека. Мы должны делать даже хорошие намерения относительно даже самого грешного человека. А Всевышний сам, как говорится, рассудит. Тиран еркекпен қонып жасай беру қаншалықты дұрыс? Тиран деген сөз әлбетте қолдана береді. Бізде мысалы қазір балаларға айфон әпермесеңіз, ол да тиран. Әке-шеше жер қазып жұмыс істеп ақша таппаса, еркек әйелді қамтамасыз, ол да тиран деп есептейді. Тиран деген сөздің ішіне сіз нені кіргізесіз, әңгіме сода. Мынандай сөз бар. Тыңдаңыз. Қолдың қадірін білмеген дейді, аяқтың тепкісінде өтеді дейді. Түсінесіз ба? Бұл сөздің мағынасы кең. Ертең жаңағыда жазып жатыр ғой бір қыз, ашуға беріліп, тиран еркек бір пәле деп кетіп қалған, уақыт өтеді, кейін түсінесің, не бір семьяларды көресің, не бір тағдырларды көресің, сол кезде тоба дейін десең, уже кетіп қалған. Так что ойланып жасағаныңыз жақсы болады. Әлбетте, сізді ұрып, басыңды жарып, тепкілеп, тоқпақтап атса, оны полицияға бересің, полиция екі аяғын бір етікке тығады. Бізде заң қатал. Бірақ түкке тұрмайтын нәрсеге, ой, маған сезім қарамадың, сен маған гүл бермедің, өткені біреу не деп айтты, құдай ау? Сен маған ақша бермейсің дейді да. Ақша бермейсің дегенде, просто так ақша беріп, мен кафеге барып тұрым керек дейді да. Аптасына 3 рет кофе ішуім керек депті әйел. Фитнеске баруым керек. Еркек айтады, қайдағы фитнес дейді. Мен осылай жұмыс істеймін, өлген жұмыста әйелім маған фитнеске барамын. Енді, конечно, бұл жерде еркек виноват. Басында ол фитнеске баратын әйелге ғашық болып алды, анау гантельді бүйтіп көтерген ғой ол. Сол кезде өтіп баратқанда жаңағы гантельді көрген ғой бүйтіп жатқан. Соған ғашық болғанда бұл ойлаған ғой. Сөйтіп үйленген, анаған да бай керек, мынаған да әйел керек, үйленген. Енді үйленгеннен кейін не болды? Үйленген мынау бүйтейін десе ақша жоқ, бүйткенге де ақша керек екен ғой өзі. Полотенцемен бүйте берейін десең, что-то болмай жатыр ғой, бүкіл еркектер көріп бүйтіп ана не дейді анау витражный стеклоның алдына тұрып алып бүйту керек қой. Мына өткен еркектің бәрі ауыз айналып бүйтіп қарап ананың алдына артына қара керек қой бәрі. Еще ана рашгардты киіп алады үстіне. Рашгард кигеннен сондай болу керек. Бұл сондай алдың, еркектің өзі виноват оған. Сұлулық, оның мына бетіне макияж жағып, оның бәрі ақша тұрады. Ламер, основасы бар, оның үстіне SPF крем бар, оның үстіне лифтинг бар, La Roche-Posay бар, тола. Соның бәрін алуға оның бәрін ақша керек. Бұл алды, ертең оның бәрін ақша салу керек, ол ақша жоқ қой. Содан өзіне өзі виноват. Мәселе сол. Сіз мешітте намазда, мен бәрі мешітте болған сайын 5 уақыт намазда болсам, түгел өзім жүргізем. Жұмада қалмаймын. Үлкен мәселе болмаса, тек қана қазір кішкене имамдарыңыз ауырып, ауруханада жатырмын. Сол ауруханада болсам да, сіздерге ауруханада жатқан жерінен сіздерге кішкене эфирге шығып атқаным. Бір дұға қылып қойыңыздар біздің ақымызға. Ұстаз, айтыңызшы, баламның қалған шын киімінің матасын естеуге болады? Мешітке беріңіз. Мешітке беріңіз. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракату. Ұстаз, әкемнің намаз оқуына ниет етіп жүрмін. Өзім де жақында намаз бастадым. Ниетім қабыл болды ма? Қабыл болды. Содан кейін дұғаның шартымен бірге былай қыл. Сен сұрадың ғой Құдайдан, өзің соған қызмет жаса. Намаз оқымай тұрғанда қандай едің, намаз оқығаннан кейін вдвойне қызмет жаса. Содан кейін әкең ойласын, намаз оқымай тұрғанда мынандай еді. Намаз оқығаннан кейін вообще басқа адам болып кетті ғой, менің балам қызым деп таң қалсын. Бізде наоборот. Намаз оқыған сайын жынданып, ананы харам, ананы тиісіп, анаған жұлып, ананы боқтап, анаған ашуын келіп, ананы харам деп, анадан қашып бүйтеміз да, содан кейін, астағфирулла, намаз оқығанда оқымай тұрғаны жақсы еді ғой мынау дейді да. Сосын намаз оқығанша сіздер жақсы болыңыздар. Біреу намаз адамды жақсылыққа тәрбиелеу керек. Намаз жүректі жібіту керек. Намаз сені кемелдендіру керек. Намаз сенің жабық қырларыңды ашу керек. Намаз сенің жүрегіңнен аузыңнан шыққан сөзді жақсы мейірім сөзге алып келу керек. Егер кім намаз оқи беріп, жүрегі қатая берсе, онда оның істерінің дұрыс еместігін көрсетеді. Адам жүрегі қанша жұмсақ болған сайын Құдайға жақындай береді. Адам қанша жүрегі қатал болған сайын Құдайдан алыстай береді. Сондықтан жұмсақтық барлық әлемге жақсылық алып келеді. Күйеуім ойын құмар, 9 жыл болды, қоймайды, кетіп қалғым келеді, не істесем болады? Бұл жалпы айтылатын сұрақ емес.
бұны жекелей отырып, қаншалық дәрежеде не істедіңіз, ол қалай ойнап жатыр, соның бәрін біліп, содан кейін ғана үкім айтса жақсы болады. Үйтсе қазір, мысалы, қазір екінің бірдің күйі ойнаса, бәрі ажырасып кете беретін болса, онда басқаша болады. Сол үшін қарап көру керек жағдайда. Мүшел жасқа кіргенде ерекше сақтанып жүру керек па дейді. Келдер кеп қалады деп па? Мүшел жаста сонда бүйтіп әдемі болып, киімнің бәрін беріп, мен мүшелдемін, вообще жақсы жүрем керек. Мүшелден кейін ләйлеп жүре бересің, қалай болады? Сонда мүшелде сәлеметсіз бе? Маған онда жүруге болмайды. Машинамен қатты жүруге болмайды. Мүшелде вообще сәлеметсіз бе деп бәріне жақсы жүрем. Мүшелден кейінше кетті. Не болды? Шлагбаум айтты, өтті мен 12 жыл у меня впереди десең, қалай болады? Не күлкілі бол, не мазақ болады? Ондай болмайды. Ондай болмайды. Қазақтың чұбақ ажысы дейді, өміріңіз ұзақ болсын дейді. Пайдалы болу береңіз дейді. Чоң рахмат, Алла разы болсын. Чұбақ ажы сияқты кісіге бізді теңейтіндейбіз. Ондай кісі енді өмірде бір қылымда бір келетін адам еді, парқына жете алмады, Құдайым о дүниесін берсін. Күйеуім измена жасады, не істесем болады дейді. Бүйтесің, өзің ұстайсың, тіліңді тістейсің, намаз оқисың да жүре бересің. Ол өз ісіне өз жауап береді. Жұқыма, қалай істедің, кіммен істедің, түске дейін істедің ба, түстен кейін істедің ба, форточканы шторды жаптыңдар ма, жаппадыңдар ма, вообще кірме. Балалардың алдында абыройын түсірме. Ол күнәсіне өз жауап береді, сен олай жасама. Оған жаның қинама жаным. Намаз оқып тұрып, екінші рекағатта Фатихадан кейін екінші сүрені оқуды ұмытып кетіп, рүкуға кетіп қалса не істеу керек? Сәжде саху істеу керек. Фатихадан кейін намаз қосымша сүре оқу уәжіп болады. Уәжіп болған үшін, уәжіпті орындамаған үшін сәжде саху керек болады. Болды, сонымен мәселе бітеді. Таспих аударудың сауабы қандай? Сауап жақсы, бірақ вагон сауап емес ол. Мысалы, қазір айтады да бізде, мына дұғаны оқысаң, осынша миллион сауап болады деген үйреттік халыққа. Хоп, енді елдің барлығы 10 жыл, 20 жыл, 30 жыл тек қана тәспі аударып отыра береді. Неге? Өйткені молда айтты ғой, тәспі сауап аласың, вагон деп айтты. Намаз, айналайын, 5 парыз. Аллаға сену, намаз оқу, ораза ұстау, зекет беру, өмірінде бір рет қажылыққа бару. Болды, 5 өзі. Біздікілер намазды бүйтіп айланып өтіп, тәспиге өтіп, біреулер садақаға өтіп, біреулер тағы бір пәленсеп жүр. Айналайын, дұрыс, тәспі арқылы Алланың намазына жетсең, жақсы нәрсе. Но просто тәспі тартып отыра берсең, просто өмір өтіп кете береді. Түсінде тек қараңғыда жүремін, жақсы емес. Бұндай түстер өзі үш нәрсені білдіреді, сиқырды білдіреді. Соның ішінде ең ауыры бекет атаға баруға бола ма? Неге болмайды? Барасың, дұға қыласың. О кісі де біздің дұғамызға мұқтаж. Бекет атадай кісі өліпті, ертең менің де өмірім бітеді екен деп үйленуге жақсы болады. Ода тұрған ештеңе жоқ. Ертең Америкаға виза алуға кірем дейді. Қандай дұға оқысам болады? Ла хаула ва ла қувата илля билля деп оқи бер. Содан кейін қайырлысын деп сұра. Балаларымның ешқайсына атын қойғанда азан шақырылмады. Қайтадан азан шақырып айтын қою керек пе? Жоқ, керек жоқ. Балаңызды сол азан жолымен тәрбиелеңіз. Құран жолымен тәрбиелеңіз. Балаңызды иман жолымен тәрбиелеңіз. Сол уже азаннан жоғары тұрады. 36 жас мүшелге кіргенде не істеу керек дейді. Намаз оқу керек. Намаз оқу керек. Мүшелге кірсең де оқу керек, мүшелге кірмесең де оқу керек. Құптан намазын кешіктіріп оқыса бола ма? Болады. Таң намаздан дейін оқи бересіз. Таң намазы таң бірінші білінгенде таң екеу болады. Біреу жалғаншы дейді, екінші шын дейді. Сол таң білінгенше оқысаңыз бола береді. Мысалы, қазір жатып ұйықтап, 12-ден кейін оқысаңыз да болады. Бала тәрбиесі ананың ғана міндеті ме? Жоқ, әкенің міндеті. Әкенің міндеті. Әкеге жәрдемші болу ананың міндеті. Мәриям деп есім қойылса ауыр болады ма? Медреседе жолдасыма солай айтыпты. Қызым 3-ке келіп қалды. Әлі сол есімді қойғым келеді. Жоқ, ауыр болмайды. Мәриям деген ең көп құлшылық қылған, Құдайға жаққан деген мағына береді. Өте жақсы ат қойса. Мәселе Мәриям деген атта емес, мәселе затында.
3 жасар қызыңыз, тілі бұлдырап шығып қалған қыз. Сол қызды қазір Құраннан бір Мәриям сүресінің бір аятын жаттатқызып қойсаң, Мәриям деген атынан жақсы болады. Мәриям деген атты болып, Мәриям анамыздай қасиет болмай қалса, не пайда Мәриям аттан? Біреудің аттары күшті, Абылай, Абыл Мансур, бірақ Абылай атамыздан бір қасиет шықпаса, Кенесары деген атаң аты қойған, Кенесары атамның әділеттігіндей бір әділеттік мойныңа жұқпаса, не пайда? Қадиша деп қойдың, Қадишадай қасиет бойыңда болмаса, не пайда? Өз бар аты өзіне жақсы сол атқа сал, тәрбиелей беріңіз. Жоқ, жақсы сол. Біздің мысалы Қазақстандағы мықты деген ұстаздардың атына мен Мәриям деген ұстаз естімеппін біздің әйелдердің ішінде. Жаңа көрдім, Әлия ұстаз кіріп жатыр. Жаңа кім бар? Бәленбай ұстаздар жоқ қой өзі. Сол біреудің атында Мәриям деген ұстаз жоқ біздің Қазақстанда. Ұстазбын деп өзін жариялап жүргендердің ішінде. Сондықтан меніңше сол бар атын қоя берді. Өзі ұлттық аттарды қойсаңыздар, ең жақсы сол. Біздің ұмытылып бара жатқан аталарымыздың, аналарымыздың аты бар. Соларды қой жаным. Аруақтарды разылық қылу қалай ол? Амалыңмен разы қыласың. Құран оқытумен ғана емес. Біздікілер Құран оқытсам, Құранды қанша минут оқиды? 15 минут. И то жының келіп кетеді, молда Құран ұзақ оқыса. Не білесіз, молдалар оқи береді, надоел деп бүйтіп отырады, жақтырмай отырады. 15 минутке ананың ризалығы керек пе не сонда сізге? Әруақтың ризалығы 3 минут оқыса молда Құранды. 3 минутке керек пе сонда? Батасымен 4 минут, күшті бата берсе, сонымен 4 минут болады. Сол 4 минут ананың бәріміз күшті болып отырамыз бүйтіп, әдемі болып. Әдемі болып отырған басқа уақытташы. Риза емес пе не? Әлбетте риза емес. Сол үшін бүкіл өміріңіздегі амалыңыз сол аруақтың ризалығына барады. Истихара оқыған соң қалай білуге болады, қалай орындалатын ба? Истихараның 3 белгісі бар. Біріншісі түс көресің, екіншісі жүрегің тартады, үшіншісі көңілің соған ауады. Кішкентай балаға жаман көзден қалай дем салдырамын? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи оқыған дұғаларды оқи беріңіз. Мұсылман қорғаны деген кітап бар, соның ішінде жаңылмасам 9 ба 8 дұғасы бар, любой оқи бересіз. Ең жақсы аятыл күрсі деген бар, сол аятыл күрсіні оқи беріңіз, басына ең жақсы болады. Некемізді тек заңды түрде қидырдық. Имамға неке қидырмадық, сол дұрыс па? Бұл жердегі мәселе былай, егер заңды қиған кезде сіз тойдың көйлегін киіп алып, ЗАГСта елдің бәрі тұрып, горка деп бәрі тұрып, бәрі көрген болса, онда некеңіз бар деп есептейсіз. Егер ЗАГСтың бастығы сенің нағашың болып, сельсовет береді ауылды жерде немесе сонға Каспий арқылы бүйтіп заявление беріп, ол зарегистрирован деп бүйтіп қағаз шығарып берсе, ол өтпейді. Заң жүзінде некелеріңіз бар, бірақ шариғат бойынша неке болмай қалады. Неге? Некенің илля шухада тек қана куәлермен болу керек. Куәлер болғанда ғана некеңіз дұрыс болып саналады. Тахаджудқа перерывпен тұрсам бола ма? Перерывпен деген, мысалы, қалай? Негізі тахаджудты оқу парыз емес. Бұл нәпіл деп айтамыз, қосымша. Бұрынғы міндетті болған, біздерге міндетті емес. Міне Әлия ұстаз деген қосылды, жазып қойыңыздар. Орысша, русскоговорящий біздің қыздардың бәрі Әлия ұстаз деген қосылды. Астанада сол кісіге подпишитесь. Сол кісі бәрін жақсы түсіндіріп береді, қарындасым. Үйді тұзбен тазалаған дұрыс па? Дұрыс. Тұзды айсында ол анау таракан, неше түрлі ауру нәрселер болмайды. Мынандай болады да, лайк болады. Көрдіңіз бе? Лайк болады. Егер тұзбен пастен тазаласаң былай болады. Осылай болады. Осылай болады. Ал енді тұз мені көзден қорғайды, тілден қорғайды десең, ол анекдот болады. Көз моншақ тағуға бола ма? Көз моншақ егер мені көзден прямой сақтайды десең, бұл жерде қателік болып қалады. Алла сақтайды десең болады. Бірақ көзді қойған кезде бір ниетің дұрыс болса, онда тұрған мәселе жоқ. Армандарға жету үшін істерімізге қандай дұға оқуға болады? Арманға жетудің ең бірінші әрекеті дұға емес. Арманға жетудің ең бірінші әрекеті ниет. Екіншісі дұға болады. Үшіншісі арманға жету орнынан тұру керек. Бүйтіп жан бастап жатып алып, арманға жатайықшы десең, арманға жетпейсің. Алма піспейді, аузыңа түспейді.
Нұрлан имам, сізге бір нәрсе айтайын деп едім. Сыйлығым бар еді. Дайрекке жақсы оқисыз. Ойбай, сыйлық жақсы көрем. Сыйлықты жақсы көрем. Бере бер сыйлықты. Сыйлық бір нәрсе берем десе, молдалар жақсы көреді. Өкімет тарапынан берілетін жеңілдіктерге 2,5% несие алуға көмектессем, сол үшін напақамды алам, дұрыс па дейді. Негізі процент дүниесі жолайтын дүние емес. Негізі ортасына делдал болудың өзі үлкен күнә болып саналады. Енді кейбір мысырлық, Иорданиялық, тағда бірнеше Түркияның ғалымдарының ішінде мемлекеттің қолдау бағдарламасымен оны страховать еткен пайыздар процентке өтпейді деген уәждерді айтқандар бар. Оған енді нақтылап көру керек қандай мәселе екендігіне. Ал енді сіздің ортасында жүргеніңіз, басқа жұмыс жасағаныңыз жақсырақ. Ва алейкум ассалам, сәкем, қалайсыз? Алла разы болсын. Ұстаз, балам 5-6 айлық ұйықтап жатып шошына береді. Аят сүре оқып қойыңыз. Аяғым ауыр, 5 айдан асты. Іштегі балаға қандай дұғалар оқысам болады? Аман есен дүниеге келсін деп. Алла өмір берсе келеді. Құран оқыңыз. Құранды оқып беріңіз болды. Құран оқығаннан артық балағызға дем салу деген жоқ. Аяғым ауыр, токсикоз, мықты, врактар көмектеспей жатыр, дым, көңіл күй жоқ дейді. Не істеуге көңіл күй жоқ? Инстаграмға көріп тұрсың ғой, көңіл күй бар, значит. Инстаграмды көріп, мен көңіл көріп жатсың ба? Значит, настроение былай. Мен қазір күшті айтамын, содан кейін былай болады настроение. Соны мынандай вдыш болады, күшті болады настроение. Қандай подарка жасап беріп жатырмын саған. Аға сәлеметсе, 5 жасар балам тез ренжи береді. Жай бір нәрсе айтсаң, ренжи қалады. Мінез ғой, ештеңе етпейді. Ұстаз, муфтият үкіметтің дұрыс емес жерін, бағдарын айта ала ма дейді. Айтатын жерлері бар. Енді бізде муфти айтпайды ғой, біз зайырлы мемлекетпіз ғой, біз муфтият исламский мемлекет емеспіз. Муфтияттың айтқаны мемлекетке заң емес ол. Біз зайырлы мемлекетпіз. Муфти, имам, ол діни жағын айтады. Болды. Ол мемлекеттің саясатына араласпайды. Бір күні әдеттерден қалай құтылсам болады? Жақсы амалдарды көбейтесің. Мысалы, бір адамда жаман қасиет көп. Боғауыз сөйлейді, ашуланшақ, нервный, әйтеуір жаман деген нәрселер бар сенде. Соны қоя алмай жүрсің. Қояйын деп жүрсің, бірақ қоя алмай жатсың. Не істеу керек? Жақсы әсерді көбейтесің. Жақсы амалдар үйрен. Мысалы, намаз оқып баста, дұғалар оқы. Әйтеуір не керек? Өзіңді жақсылыққа бұйырсаң, жақсылық түбі жамандықты жеңеді. Бір жүректе жамандық, жақсылық бірге жиналмайды. Или болады. Сондықтан жақсылық түбі жеңеді, айналайын. Ана доброта победит мир деген сөз бар ғой. Сол жақсы бола бер. Жақсы болсаң, жаманшылық өзі кетеді. Спираль салып жүрмін, көтермес үшін күнә іздебесім жоқ. Әйел адам бала сақтану үшін, бала көтеруден сақтану үшін ерімен ақылдасу керек. Ері келіссе, хабары болса, онда әйел адам бала пландауға толық құқылы. Мысалы, қазір денсаулығыңыз көтермей жүр, немесе ауырып жүрсіз, басқа бір себеп бар. Сонда баланы пландай аласыз. Одан кейін, мысалы, бір алдыңғы балаң әлі өскен жоқ, емізулісің, тағы да бала көтеріп қалсаң, өзі әлі әлсіреп жүрсің, анемиясың, и так далее. Баланы пландап дүниеге келтіру керексің. Бұл сенің құқың. Туа бер қараңғағыр өлмейді ол деп бір баланың үстіне бір баланы тудыра берген, кейін 40-қа келмей аузыңда бір тісі жоқ қатын ешкімге керек жоқ. Содан кейін саған имплант салып бермейді ешкім, ол қымбат тұрады. Салып берсе, аузыңа протез салып береді, оның өзін салып берген 10 жыл айтады. Сонымен көшеде қалып қаласаң, тісі протезі бар әйелмен ешкім билік істегемейді тойда. Жалпы айтқаным. Сондықтан да айналайын, баланы пландау мақсатында, денсаулығын күту мақсатында әйелдің толық құқылы. Пайғамбар саллаллаху алейхи заманда да болған. Енді ол кезде сіз айтқан дүние болмаған, баланы бітірмейтін жолдарды жасаған. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи оны білген, сахабалар келіп айтқан, бірақ пайғамбарымыз үндемей қоя салған. Енді кейбір мәселелерді біз үндемей қоюымыз осыдан, бұл бұны қолдау деген сөз емес.
Жолдасымның алдында орамал тағып жүру міндет пе дейді. Жоқ, жолдастың алдында шешініп жүру міндет. Жолдасың алдында шашыңды жайып жүріп, шашыңды битіп тұрып, L'Oreal'дың шампуны сияқты битіп айландырып жүргенде жүрегі тарс-тарс жарылып кету керек. Шашты орамалды битіп орап алып, пальто киіп алып төсекке жатсаң, еще шляпа киіп жатсаң, кішкене докторға апарып сені көрсетеді. Сондай болып қалады. Жоқ. Духа намазын қай уақытта оқыған? Духа намазын күн көтерілгеннен кейін оқи бересің. Сәлеметсіз бе? Түсінде күнде дәу аппақ алабайдан қашып жүремін, ол нені білдіреді? Аптасына 3 рет көрсем, бәрі дем салдыр. Бекет атаның басына барып түнеп бала сұрауға бола ма? Негізі Алладан сұрайды, ол кісіден сұраудың керегі жоқ, бірақ кейбір ғалымдардың ортаға уасила қылып сұраса болады деген таласты дүниелер бар. Біз оларға олай деп айтты, келіспейміз, ол нәрсе дұрыс емес деп есептейміз. Молдалар өлім тілейтін рас па? Мысалы, әнші той тілейді дейді. Той тілеген жақсы деп ойлайсыз ба не? Арақ іше берсін деген сөз жақсы ма не? Біріншіден, ол біреудің ешкім өлім молда тілесе де өліп қалмайсыз сіз. Молда тілей беріп, адам бәрі өліп қала бермей ме? Жоқ, ондай емес. Бұл әшейін коммунистердің айтқан сөзі, дінсіздердің адамның айтқан сөзі. Адам молда тілей ме, тілемей ме, оны Алла шешеді. Әйтпесе, елдің бәрі бір кісінің өлімін тілесе де өлмейді ғой. Сондықтан Алла шешеді. Адамның сөзі болмайды. Садақаллахул азимді айтпай, Құран бағыштаған дұрыс па? Негізі садақаллахул азимді айту біздің елімізге кіріп кеткен бір бидағат, салт болып қалды, бірақ негізі бұндай дүние жоқ. Бұл сөз бар Құранда, Алла шындықты айтады деген сөз. Садақаллахул азим, Алланың шындық айтқаны шындық, рас сөйлейді деген сөз. Бірақ біздің елімізде бұл бір припев сияқты болып қалды да, өлеңнің. Сондықтан бұл сәл айтпай қойса да бола береді. Енді біреу садақаллахул азимді айтпаса, бүйтіп қарап, сен что-то бір түрлі молда екенсің демеуіңіздер. Ұстаз папам айтады, мамам тастап кетуге қорқады, потому что жетім көңілім соларда, что мне делать? Папаңа қызмет қыласың. Папаңа қызмет қыл. Папаңа қызмет қыл, жақсы сөзін сөйле, қызметін жаса, айналайын. Бала болмау. Түсік выкидыш болады, сынақ па әлде жаза ма дейді. Көп нәрсе бұл жерде. Сынақпен жазаға апарып тіре бермеңіз. Бұл жерде сиқыр болуы мүмкін, бұл жерде көз болуы мүмкін, бұл жерде жай ғана элементарный инфекция болуы мүмкін, вирус болуы мүмкін. Көп мәселе жан. Алланың сынағы болуы мүмкін, бірақ жаза деп есептемеңіз. Құран оқығанда кейін сауабы осындай адамға болсын деп дұға жасау. Енді хадия деп айтамыз, немесе хиба деп айтылады. Хиба деген дұрысырақ болады. Хадия тіріге жүретін болса, дүниеден өткендерге хиба деп айтылады. Яғни сыйлық болады, бола береді. Мысалы айтайық, мал сойып сауабын, малды жетім жесірге таратып сауабын қайтыс болған атама барсын десе бола ма? Болады. Сол сияқты дүние. Атын айтпаса бармай ма? Атын айтпаса да барады. Түсімде жылан көрдім, шошып қорқып ояндым, нені білдіреді? Ештеңе білмейді. Кішкене дұға қыл дегенді білдіреді, болды. Бір рет жылан көру ештеңе етпейді. Күйеуім шын, шайтан жоқ. Ол просто адамның ойы дейді. Дей береді. Сіз енді күйеуіңізді не қылмай қойыңыз, мән бермей қойыңыз. Намазда iyяка нағбуду мен валаддалин дегенді дұрыс айтпаса мүлдем қабыл болмайды деп естідім. Дұрысын айта береді. Валаддалин дегенде өйерде лот деген арбы, лот деген. Оны лот деп айтамаса намаз қабыл болмайды деп айту бұл үлкен қателік. Біздің еліміздің онсыз да жаңадан халық өзі бісмілласын енді айтып үйреніп жүрген кезде халқымызды адастырып, одан бетер жындығып біттік. Қазақтың сөзі жоқ, ана сөз жоқ, мына сөз жоқ, мама деп айтсаң бүйтесің, папа деп айтсаң бүйтесің, фамилияңды ауыстырсаң кәпірсің, байыңның фамилиясына түссең бүйтесің деп жындығып бітірдік. Өзі қазақ осы діннен кетіп қалмай жүргеніне ризамын да. Құдайдың бір рахым екен да біздің қазаққа бір. Сондықтан әрбір сөздің иесі болады. Ал мына ол сөз бар кімдерге? Молдаларға.
молда жамағаттың алдында шығып, елдің артына бірнеше адам тұрғызып алып, валаллаллин деп алла тәріпін айта алмаса, ияке деп айтпаса, ол қате болады деген сияқты пікірлерді имамдарға айту керек, молдаларға. Ол молдалар сол қатесін түзету керек, тәжвидпен оқу керек. Уараттилил Құр'ана тартила, Құранның бұйрығы бар. Ал енді әуем халыққа, мысалы, ол нәрсені әлбетте таза оқыған жақсы, бірақ кемесе барымен базар, иншалла, ниет қабыл болсын. Талақты Алла кешіре ма? Себебі болса кешіреді, себебі болмаса, абаду халала илаллахи талақ, Алланың ашуын келтіретін дүние. Таухидты неге айтпайсыз? Айтамыз, таухидты айтамыз. Дініміздің негізгі асасы бұл. Дініміздің негізгі тірегі таухид. Сіз естімесеңіз айтпайды деген сөз емес қой. Міне бір сағаттың ішінде бәрі айтылған керек па не? Біріншіден, екінші таухидтың дәрежесін түсіндіру керек адамға. Біздің қазақтың бәрін ширк қылып бітірдіңіздер. Мына әсіресе мен тыңдап отқан сәләфи және сәләфиткалардың бәрі, өңшің иткалардың бәрі мені жақсылап тыңдап алыңдар. Біздің қазақты бүйтіп қойса ширк, біреу енді аруақ деп айтса, астағфирулла, кәпірсің деп, бәрін жындығып біттіңіздер. Өзі халықты адастырып, діннен безетіндей қылдық. Ешкім Алланың жалғыз екендігіне күмәні жоқ. Таухидтың негізгі мақсаты сол, Алланың жалғыздығын таныту. Біздің ата-бабамыз өмір бойы бір Алланың атымен кел балалар оқылық деген елміз біз. Біз Алланың таухидын сенен бұрын мойындап қойған елміз. Біреу қателессе, бүкіл қазақтың сөзі неге жатыстырмаңыздар. Қазақты ондай неге ширкке апарып, қазақтың бәрін кәпір қылудың қажеті жоқ. Егер қазақтың бәрі кәпір болса, онда сен автоматты түрде зинадан туылып кетесің. Неге көп эфирге шықпай кеттіңіз? Ауырып қалдым. Айтпайын десем енді айтуға тура келді. Ауруханада жатырмын мен. Қазір осы аурухананың ішінен сөйлеп тұрмын. Кішкене ауырып жатсам да бір пайдам тисін деп, докторлар ешқайда шықпаңыз, тыныш отырыңыз деп еді, соған қарамай. Кішігірім не де болсам да, бәрін көрсете бермеймін ғой. Алла бұйырса босануға күнім келіп тұр, дұға Алла жеңілдігін берсін. Бәрі ілімсіздікті емес, ұлтты ілімсіз деп айтпаңыздар. Сен кешегі күніңді қайдан білесің, қандай болғаныңды? Өзіңді бүгін бір 4 нәрсені естіп аласың да, қазақтың бәрі ілімсіз, бәрі білімсіз, сауатсыз, надан деп. Сонда не деген кеп тұр? Қазақтың бәрі ілімсіз болып, тыңдағанның бәрі надан. Сен сонда Алланы танитын, сен жалғыз болып тұрсың ғой сонда. Тағы да айтам, қазақ ұлтына тіл тигізбеңіздер. Халқым менің ұлтым. Алланың алдында әркімнің өзінің айтары бар, Құдайдың өзі мейірі бар. Сенің жеткен шыңың басыңа шың бола ма, басыңда бағың бола ма, әлде сорың бола ма, оны уақыт көрсетеді. Алхамдулилля, білімді екенсің, жақсы білімді екенсің, халқыңа пайда алып кел. Семьяңды түзеп аш, семьяңды, қара басыңды түзеп ал. Сондықтан қазаққа тіл тигізбеңіздер, ілімсіз, мушрик, бір пәле қойыңыздар. Қатты білімді болсаң, жақсылық жаса, шық, айт, үйрет, жақсы ғой. Ешкім қой деп атқан жоқ бізде. Сондықтан ілімсіз, бұлардың бәрі бүйткен, қояндайды. Олай айтпа жаным, ұлтыңа солай айтпа. Егер солай болса, соны тәрбиелемеген сен күнәлі болып қаласың. Ер адам ұрысқанда через не хочу 3 рет талақ айтса қабылдана ма дейді. Хочу, не хочу, добрый, нежный, ойнап, қалжыңдап, приколмен, издевательствомен, ашуменен қалай айтсаң олай талақ болады. Көңіл тыныштығы мен жүрек тыныштығы. Көңіл тыныштығы, жүрек тыныштығы Алланы еске алуда болады жан. Ұстаз, аяғым ауыр, 32-ші аптадамын, намаз оқиын, белімде грижа бар, оқи алмай қалам, кешірім бар ма? Отырып оқи бер. Грижа болса, сүйеніп алып оқи бересің, стенаға сүйеніп алып оқи бер. Бүйтіп отырып алып оқи бер. Столға бүйтіп еңкейіп сәжде қыламасаң, басыңмен ишарат қылып оқи бер жаным. Бывший күйеудің үйінде 1 жыл болды, тұрып жатқаныма,
Кетуге жағдай келмей тұр, дұрыс емес пе дейді. Бывший күйеудің үйінде дейді. Ол ақыр бывший екен, соның үйде тұрады екенсің, кетпепсің енді. Енді қайта некен қиып қосылып алсашы, не қыласың ол бывший қылып оны. Настоящийға айландырып жіберсеші, проблеманы көбейтпейсің де. Сізге неке қиюға бола ма? Мешітке барыңыз. Ауылдық жерде душ моншаға қосылышады па дейді. Сен ата-бабаңда қазақ үй тұрған. Қазақ үйдің ішінде душ вообще болмаған. Тезекпенен қосылып алған. Тезекпенен. Ештеңе жоқ. Сен тазик сатып аласың, ана президентке көрсеткен тазик бар ғой, көк тазик. Соны сатып ал. Соны сатып алғаннан соң құмған аласың, чайникті қайнатасың да, бүйтіп үстіңе тез-тез құйып, ожаумен даже чайниктен гөрі ожау жақсы. Ожаумен бүйтіп құйып, талай жуынғанбыз, сөйтіп жуына бер болды. Союз кезі өстік. Орысша тәрбие болды. Көбімізде солай болды. Талақ деген сөзді түсінбеймін. Ажырасып, қайта қосыл қойылғанда не бар? О жерде көп нәрсе бар. О жерде көп нәрсе бар. Ажырасып, қайта о жерде білесіз бе не бар? Адамның көңілі бар. Адамның көңілі дінімізде қағбаны қиратқаннан ауыр. Әйелдің ойыншық қылма деген сөз бар. Ол жерде адамның құны бар. Ол жерде қазақ қызының, мұсылман қызының ары бар. Ол жерде намыс бар. Ол жерде өмір бар. Сол үшін біреудің тағдырымен ойнама деген сөз бар. Ол жерде адамның ұлы бірден қалып қалатын көңілі бар. Сондықтан кет дегенде, сіз ойлайсыз ғой, арабша ғана талақ десе кетеді. Жоқ. Егер ажырасу ниетімен кет, жоғал, сені көргім келмейді, айуан деген сияқты сөздерді айтса, ажырасу ойы болса, одан да талақ түседі. Адамның көңілімен ойнамаңыздар. Бұл жерде арабша Құрандағы сөзді айтса, ол жерде қаралмайды да талақ түсіп кете береді деп айтамыз, бірақ қалай болғанда да талақ сөзін айтпаған жақсы. Адамның өмірімен ойнамау керек. Егер адам ішіп алып гонки жасаса, барлығы содан қайтыс болса, Алланың жазуы бола ма, жоқ адам таңдау өз қолына ма? Адам өз қолында емес, причем здесь тағдыр. Адам өз-өзін өлтірді, мысалы арақ ішіп алды, причем здесь тағдыр. Бірақ Алла білді заранее, сол үшін жазылды соның өмірі. Бірақ бұл Алла бірақ іштірді деген сөз емес. Әпкеме кредит алып бердім, күйеуім білмейді, не істесем болады? Айтасың бәрібір. Бәрібір айтасың. Рано или поздно естиді. Егер адам, так, оны айттық. Енді некемізді қайта қидырсақ бола ма тағы? Болады. Екі